Ардақты әке, адал жар, сүйікті атаны сағынышпен еске алу. Жүкенов Күлден Жүкенұлы. Әке, кеттіңіз бе көкке ұшып жалғаннан, өзіңізден айырылып қалғаннан, суық хабар жүректерді мұздата, көңілдерге мұң орнатты сыздата. Әкеміздің кім жетеді қадіріне, қай баласы қияр оны қабіріне. Анам отыр, ыстық жасын тыя алмай, қара жерге адал жарын қия алмай. Қолдан келер амал бар ма тіріге, рухыңызға Құран оқып біріге. Жаратқаннан жұмақ төрін сұраймыз, өмір жолын еске алып жырлаймыз. Құрметті ағайын туыс, жамағат, тумақ барда өлмек бар дейді шариғат сөзі. Осы бір заңдылықтың ащы ақиқатын сезіне, Алланың әміріне мойын ұсынып, бүгін отбасымыздың асқар тау әкесі, анамыздың өмірлік жары, немерелерінің сүйікті атасы, Жүкенұлы Күлден әкеміз жайлы өткен шақты айтып, еске алудың кезі келіпті. Рухына Құран бағыштап, отбасымызға қолдау көрсете келген ниеттеріңіз сауаптан болсын дей отыра, әкеміздің өмір жолына көз жүгіртуді жөн көрдік. Қайран әке, 1955 жылдың 18 шілдесінде Қарағанды облысы Ақтөбе ауданында дүниеге келген. 1962-1972 жылдар аралығында Ақтөбе орта мектебінде білім алып, оқуын тәмамдаған жас бала сүт фермасында слесарь болып еңбек жолын бастаған еді. 1974 жылы Совет одағының қарулы күштер қатарына шақырылып, взвод командирінің орынбасары лауазымында қызмет етті. Және де әскери бөлімнің комсомол комитетінің хатшысы болды. 2 жылда әскери борышын абыроймен атқарып, елге оралған бетте Тельман райком комсомолына ұйымдастыру бөлімінің инструкторы болып тағайындалды. Кейін 1 жылдан соң сол бөлімнің меңгерушісі болып лауазымы жоғарылады. Сонымен қатар Қарағанды мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, тарих мамандығын игеріп шықты. Жеке өміріне тоқталсақ, 1977 жылы жүрегінің мәңгілік иесі Любовь анамызбен танысып, 1978 жылы 9 қыркүйекте ақ отауларын тіккен. Содан бері 45 жыл үлкен сыйластықта қол ұстаса өмір кешті. 1979 жылы тұңғыш қызы Әсем дүниеге келіп, жас отбасы үлкен бақытқа кенелген еді. Қызын ай мен күнге теңеген ол, әрине, ең керемет әке, ең керемет жар болды. Қызының аяғын жерге тигізбей, балабақшаға өзі жетелеп еркелетті. Анамыз заводта қызмет еткендіктен, оның да ауыр жұмыстан кейін тынығып, демалуына жағдай жасап, көңілін табуға барын салатын еді. Осы жылы қызмет бабымен Теміртау қаласына қоныс аударып, Теміртау горкомының меңгерушісі болып қызметін жалғастырды. Ал 1980 жылы металлургиялық райком партияға ауысты. 1983 жылы 2 мәрте әке атанып, көптен күткен әділет ұлы өмірге келіп, қуанышы еселене түскен. Осы жылдары еңбек жолында да үлкен жетістіктерге жетіп, біліктілігін елеген райком партиясы әкемізді КССР-дің КГБ органдарына ұсынды. Осылайша 1985 жылдан бастап мұқият тексерістен өтіп,
қабылданған әкеміздің сырдың КГБ органдарындағы еңбек жолы басталды. Көп жылдар бойы абыройлы еңбек еткен әке жедел бөлімшелерде жедел уәкілден бастап түрлі лауазымдарда қызмет етіп, Қарағанды облысы бойынша ДКНБ басшысының бірінші орынбасары қызметін атқарған еді. 25 жылдай өмірін осы салаға арнаған әкеміз қажырлы еңбегі мен біліктілігінің арқасында ұжымына сыйлы, өскелең ұрпаққа үлгі болып, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін, мінсіз қызметі үшін деген медальдармен марапатталды. Әрине, осы жетістіктерге жетудің бір сыры үйдегі жарының қолдауы десек, тағы бірі өзінің өмірлік ұстанымы, адамдарға деген ақ пейілі мен жоғарғы деңгейдегі біліктілігі десек артық кетпеспіз. Қандай лауазымда болса да, адамдығы бірінші орында тұратын әкеміз досқа бай еді. Сонау жастық шақтан достықтары үзілмеген адал жандар, әсіресе әкеміз науқастанып қалғанда қасынан табылып үлкен қолдау көрсетті. Осындайда достық деген үлкен сынақ тексерістен өтеді емес пе? Біз шынайы достықтың куәсі болдық. Әкемізге көрсеткен құрметі мен қолдауларын ешқашан ұмытпаймыз. Алла сауаптан жазсын деп тілейміз. Бір қуантары, жан әке қызын ұзатып, асқардай күйеу баласын өз ұлындай қабылдап, жиендердің қызығын көргені. Ұлының отау тіккен бақытын көргенде төбесі көкке жетіп еді. Үйге келін болып түскен Людмиланы келін ретінде емес, қызым деп ешқашан атын атамаған. Келіні атасының пейілін сезініп, отбасына тез сіңісіп кетті. Осындай жақсы адамның ұрпағын жалғастырып, келіні атанғаным үшін мақтанам деп, келіні жан күйзелісін, сағынышын жеткізеді. Анамыз екеуі Айнали, Алиби, Адина, Ануар, Айтуар атты немерелерін қызықтап, бөбектердің еркелігін көтеріп, ең керемет сүйікті ата болды. Әкеміз көре алмаған қызығын аяуланамыз көрсін деп тілейміз. Жан әке толықтырып бақытты әйел санатын, өзіңізден анам қуат алатын, ілініп сұмажалдың тырнағына кете бардың, енді келмес жырағыңа. Енді отыр жан анашым қамыға, қара жерді сіз жатырсыз жамыла. Зәру болдық мейірімді сөзіңе, зәру болдық күлім деген көзіңе. Өксіктерін тыйып іште жасырын, ұл мен қызың іште сақтап жан сырын. Бекем болып бағыштайды Құранын, жаратқаннан сұрап саған жұмағын. Амалғанша жыласақ та таусылып, әміріне кім білдірер қарсылық. Жаратқаным қабыл алшы дұғаны, пана болсын бағышталған Құраны. Әке, бақытты балалық шағымыз үшін, бақытты болашағымыз үшін алғысымыз шексіз. Жатқан жеріңіз жайлы, төріңіз жұмақ болғай.